Құрметті халқым, мынау мен өзім Семей полигонының зардап шеккен ардагермін. Жасым 79-да. Мынау әйелдерді 58 жасқа түсірулеріңізді қолдаймын. Қанша зардап шекті. Қазір бұрынғы әйелдер жоқ. Бәрі химикат. Денсаулықтары жоқ. Дәрі-дәрмек қымбат. Табиғи тамақтар да жоқ. Содан кейін елдер ауырып, жаңағы әртүрлі ауруға душар болып, емделемей жүрген көп қарындастарымыз, аналарымыз, әкпелеріміз қиналып жүр. Сол үшін халқым сіздерді қолдаймын 53 жаста шығуларыңыз үшін. Ата, сіз полигон жақтасыз, үлгіт бар ма сіздерде? Үлгіт жоқ менде. Неге? Білмеймін. Бұрын анау бізде Бозымбаев болған Таразда. Міне кісі. Халықтың алғысына баталып, көтеріліп, премьер-министрдің несі болып отыр. Өте жақсы. Барлық үлгіт берген. Мынау алтын алқа неге, бізге жаңағы Моншаға, автобусқа тегін. Кейін жаңағы анау Көкірекбаев деген біреу келді. Фамилиясы да жаман екен Көкірек. Содан кейін бюджет көтермейді деп құрып тастады. Бюджетте ақша жоқ деп. Көрдіңіз бе? Бозымбаевқа бүкіл халық риза. Өте жақсы. Халық үшін жаратылған. Біздің анау Қонаев атамыз сияқты да. Енді қараңыз, бізді 61 жаста қойды ғой, одан да көтермекші. Төмендетуге дұрыс қой, төмендету керек, болмайды. Аналарды. Аналарды. Иә, аналарды. Аналарды төмендету керек. Зейнет жасын төмендету. Иә, зейнет жасын төмендету. Өйткені олар